Ойлап көріңізші. Біздің дәуіріміздің 10 ғасырында солтүстік Европаның жағалауында өмір сүрген орта ғасырлық шаруаның ең қорқынышты сәттерін елестетіп көрелік. Суық па, аштық па, бәлкім шексіз соғыстар, мүмкін жабайы жануарлардың шабуылы. Мұның бәрі біз үшін қорқынышты естіледі. Бірақ сол уақыттағы халықтың ең қорқынышты сәттері бұлар емес еді. Орта ғасырлар бойы дерлік солтүстік Европа әртүрлі шапқыншылықтар себепті жойылып, қырылып бара жатты. Ла-Манш бен Аталант мұхиты жағалауында тұратын ауыл тұрғындары үшін ең қорқынышты көрініс көкжиекте кенеттен пайда болып, Скандинавияның ең жойқын дауылдарын алып келе жатқан викинг кемелері еді. Арма ағайын, біз бүгін сіздерге Европаны қанға бөккен викингтердің ең қатыгез қолбасшылары жайлы айтатын боламыз. Достар, біздің арнамызда шығатын видеолардың көп бөлігін көрермендеріміз арнамызға жазылмастан тамашалайды екен. Егер сіз де осылардың қатарынан болсаңыз, арнамызға жазылып, қазақ тілді аудиторияны қолдауыңызды өтінеміз. Эрик Блудекс. Норвегия патшасы бірінші Херолдың ең жақсы көрген ұлы еді. Оны жақсы көргені соншалық, көзі тірі кезінде оны өз орнына таққа отырғызады. Эриктің қатыгездігі билікке келумен басталды. Басқа сарайлардың қолбасшысы болған өзінің туған аға бауырларын біртіндеп өлтіріп, өз билігін мығымдап алуды көздейді. Эриктің қысқа уақытқа созылған хандық өмірі тірі қалу қолынан келген бауырының бүлігімен аяқталып, өзіне қарасты әскерлермен бірге Англияға жер аударылады. Ол әрі қарайғы жорығын осы жерде ұйымдастырып, ағылшын сарбаздарының жан алушы әзәзіліне айналады. Әрқашан балтасынан адам қаны арылмайтын қатыгез қолбасшыны халық қанды балта, яғни Блудекс деп атап кеткен. Ақыр соңында өз сарбаздарының тарафынан сатқындыққа ұшырап, өмірден өтеді. Викингтердің тек еркектері ғана емес, әйелдері де қорқынышты жауынгер бейнесіне айналатын еді. Фрейдис ұлы викинг лидерінің қызы Лейф Эриксонның асыранды қарындасы болды. Олармен бірге Америкаға қарсы жорықтарға қатысып, уақыт өте келе Финляндия жерінің бір бөлігіне билік ететін мәртебеге ие болады. Ол аяғы ауыр кездерде де соғыстарға қатысып жүрген Финляндия жеріндегі басқа да викинг қалаларын өз билігіне алғысы келген Фрейдис күйеуін көндіріп, оларға қарсы соғыс ашады. Жорығы сәтсіз аяқталған Фрейдис викинг сарбаздарының көзінше өз-өзін балталап өлтіріп, есімін қайсар әйел ретінде викинг тарихына жазып кеткен. Викинг қолбасшылары майдан жолын бастаған уақытта өзін дәлелдеу үшін қан төгуге тура келетін. Чаталсакал да қаншама жылға созылған даудың соңында өз әкесін өлтіріп, Дания елінің тағына отырады. Бірақ нағыз викинг билеушісі өз құдіретін дәлелдеудің тек бір жолы Асау теңізді асып өтіп, Британия немесе Франция жерінде дәлелдеу керек еді. Ол осы теңіз сапары барысында Англияға да теңіз жолын аша алды. Бұл жол оны ең қатыгез қолбасшы аталуына себеп болды. Англия жерінің бір бөлігін иеленген Чаталсакал Норвегия жеріне басып кіріп, сол жердегі халықты тонап жүрген уақытта ағылшын жерінде қалған аз ғана викингтерді ағылшын патшасы қырып тастайды. Осы хабар құлағына тие сала, Чаталсакал Данияға қайтпастан ағылшын жеріне табан тіреп, өмірінің соңына дейін ағылшындарды жермен жексен ету үшін жорықта болады. Херолд ең алғашқы соғысына 15 жасында Норвегия патшасы болған ағасын қолдау үшін қатысқан. Бірақ ол қолдаған тараф соғыста жеңіліс тауып, өмірінің 25 жылын қуғын сүргінде туған жерінен жырақта кешеді. Ақыр соңында Константинопольге жеткен Херолд сұсты жүзімен, аса шебер қылыштаса білуінің арқасында патшаның арнайы жасағының қолбасшысы болып бекітіледі. Өмір жолын ретке келтірген Херолд 1046 жылы туған жеріне қайтып оралып, асқан сақтықпен әрекет етуінің нәтижесінде хан тағына қол жеткізеді. Оның есіміне жалғанған Хардрада есімі аяусыз қатыгез дегенді білдіретін еді. Оның қатыгездігі Норвегия тағымен қанағаттанған жоқ. Ол да басқа викингтер сияқты Англия тағына отыруды армандайтын еді. Сол уақыттарда ағылшын билеушісі Эдуардтың өлімі Херолд үшін бір мүмкіндік сияқты көрінді. Әскер тола 300 викинг кемесімен ағылшын жеріне табан тіреген Херолд жорғын бастап та кетеді. Бірақ дәл осы сәттен бастап шабуылдар Херолд ойлағандай болмайтын еді. Осылайша Стенфорд көпірі викинг жауынгерлерінің
мазарына айналды. Бұл уақытта Европаның біраз бөлігінде викингтердің қатыгездіктері жұрт арасына тарап үлгерген еді. Осы уақытта викингтер тарихындағы ең ұлы билеуші Рагнар Лодброктың ұлы Бирон Айронсайд Европадан әрі асып, жорық жасаған ең алғашқы викинг қолбасшыларынан бірі болды. Ол билік еткен аумақ Ақ теңізден басталып, Жерорта теңізінде қамтып жатты. Олар кемелерінің басын Италия, Испанияға қарай бұрып, тіптен Африка жағалауларына дейін жетіп, аяқтары жеткен жердің барлығын тонап кетіп отырған. Бұлардың басқа викингтерден де айырмашылығы осы болды. Олар жаулап алуға емес, тонау үшін ұрыс жүргізетін, керек кезде сол жердегі елдермен келісімге келіп, саудаласып та отырған сәттері болған. Сол сәтке дейін викингтердің қатыгездіктерін тек естіп қана келген қаншама халық көздерімен көріп, небір нәубетті бастарынан кешірді. Жандарын сақтап қалу үшін соғыссыз берілген Италияда тарихта ерекше орын алады. Викингтердің бұл ерлігін нормандардың тарихын жазған тарихшылардың өзі аса жоғары бағалап, Рим империясы ұрпақтарын бас идірген деген теңеу береді. Викингтер жайлы оқиғалар біздің заманымызда ғана зерттеліп, ел назарына ұсынылып жатқан тың дүние. Бұл халықтың өздері тарихтарын келер ұрпаққа жазып қалдырмағандықтан, тарих танушылар Европа елдері тарихына зерттеу жүргізіп, осы ақпараттарға қол жеткізіп отыр. Видео ұнаса, арнамызға жазылып кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.